Өткен видео сабақта Телеграмдағы ұстазға пайдалы болуы мүмкін 10 Telegram боты жайлы айтқан болатынбыз. Сонымен Telegram боты дегенне және оларды қалай қолданады. Telegram боты әртүрлі сұранысқа сәйкес белгілі бір алгоритммен жұмыс жасайтын алдын ала программаланып қойған канал. Қазір біз Telegram ботымен қалай жұмыс жасайтынын көрсетеміз. Мысалы, сіз өз Telegram каналыңызға батырма, яғни кнопка орнатқыңыз келеді делік. Оны да сіз Telegram ботының көмегімен жасайсыз. Телеграмда батырма жасауға көмектесетін боттар көп. Солардың бірі Markdown боты. Бұл боттың көмегімен батырма жасау өте оңай. Ол үшін Телеграмның іздеу бөлімінде Markdown деп жазыңыз және пайда болған беттің төменгі жағындағы Start батырмасын басыңыз. Енді сіз батырма жасау керек каналды Markdown ботына тіркеу керексіз. Ол үшін мұндағы Добавить канал батырмасын басыңыз. Сонда бот сізге 11 санды кездейсоқ код жібереді. Бұл санды көшіріп алып, тіркегіңіз келген каналға жіберіңіз. Біз мысал ретінде өткен видео сабақтарда ашқан сыныптың негізгі каналы атты Telegram каналды қолданамыз. Содан соң дәл осы кодты қайтадан Markdown ботына жібересіз. Яғни кодты бірінші каналға, сосын каналдан қайтадан ботқа жібересіз. Сонда бот сіздің каналыңызды өзіне тіркеп алады. Енді өзіңіздің каналыңыздағы администратор бөліміне кіріп, Markdown ботын канал администраторы етіп тағайындаңыз. Егер олай жасамасаңыз, бұл бот сіздің каналыңызда ешқандай амал жасай алмайды. Енді батырма жасауға кірісе берсек болады. Ол үшін Отправить в канал батырмасын басыңыз. Төменде сіздің осыған дейінгі тіркеген каналдарыңыздың атын көре аласыз. Біз сыныптың негізгі каналын таңдаймыз. Мұнда сіз бірнеше баптауларды көресіз. Тип сообщение бөлімінде посттың түрін өзгерте аласыз. Егер мұнда Markdown сөзі тұрса, онда сіз тексттің астына батырма орната аласыз. Ал осы сөзге бір рет бассаңыз, онда ол фото болып өзгереді. Яғни сіз енді фотоның астына батырма орната аласыз. Бұл жерде ең бастысы кнопки к посту бөлімін қосулы қалдыруыңыз қажет. Содан соң Go батырмасын басыңыз. Сіз таңдаған пост түріне қарай сізден текст немесе фото жіберуді сұрайды. Біздің жағдайда текст жіберу қажет. Текст дұрыс болса, да батырмасын басыңыз. Енді ең маңызды жағдай. Мұнда сіз кнопка атауын және сілтемені орнату керексіз. Оны жасаудың өзінің ережесі бар. Бұл жерде батырма атауын жазасыз, содан соң бір бос орын, яғни пробел қалдырасыз. Содан соң сызықша және тағы бір бос орын қалдырып сілтемені көрсетесіз. Егер осыны дұрыс жасасаңыз, онда бот тағы бір растауды сұрайды. Егер бәрі дұрыс болса, да батырмасын басыңыз. Сонда сіздің каналыңызда автоматты түрде батырмасы бар текст пайда болады. Дәл осы әдіспен суреттің астындағы батырманы орната аласыз. Сондай-ақ, сіз каналдарды қайта өшіре аласыз немесе постты кейінге жоспарлай аласыз.